9 сынып оқушылары, бүгін біз 17-ші жаттығуды орындаймыз. Сіздер оған дейін каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал бірінші жаттығуды орындаймыз. Бізге жер бетінен қандай арақашықтықта ғарыш кемесіне әсер ететін тартылыс күші жер бетіне тартылыс күшінен 100 есе аз болады дейді. Енді біз H-ты табуымыз керек. Осы жер бетінен H биіктіктегі күш бізде F(H) ол тең болады екен G(M) жер бөлінген R жер плюс H квадрат. Осымен табамыз. Ал жер бетіндегі күш, тартылыс күші F тең болады G(M) жер бөлінген R жер квадрат. Енді осы екеуін мына теңдікке әкеп қоямыз. Сонда F жердікі G(M) жер бөлінген R жер квадрат тең болады 100. Мынаны қоямыз. G(M) жер бөлінген R жер плюс H квадраты. Енді қарап тұрсақ, бізде мыналар қысқарады. G мен G қысқарады, M мен M қысқарады. Енді ары қарай ықшамдаймыз. R жер плюс H квадрат тең болады R жер. Мына жерден 100 бар. 100-ді көбейткен кезінде 100 R жер болады екен квадрат. Енді осыны екі жағында теңдіктің түбірастығы алсақ, мына квадраттан құтылу үшін түбірге алсақ болады. Сонда бізде R жер плюс H тең 10 R жер қалады екен. Сонда бізде H дегеніміз тең болады 9 R жер. Мынау R жер мына жаққа барады, оннан бір жерді азайтсақ, онда 9 қалады екен. Жауабы осы. Сонда жауабы 9 R жер. Екінші есепті шығарайық. Жер бетінен 600 км арақашықтықта орналасқан массасы 1 кг денеге әсер ететін күшті анықтаңдар дейді. Яғни F-де жердің радиусы 6400 км, массасы 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі килограмм, G тұрақты сан, 10-қа дейін дөңгелектеңдер дейді. Енді қарайық, мына жерде біз километрді метрге айналдыруымыз керек. Ол бізде болады 600 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр. Мына жерде 6400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метр. Енді формуланы жазамыз. F-дің F бізде тең болады G(M) жер көбейту M бөлінген R жер плюс H-тың квадраты. Енді осының мәнін қойып шығамыз. Сонда F тең болады G-міз тұрақты сан 6,67 көбейту 10-ның -11 дәрежесі көбейту масса жеріміз 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі. Так, 24 дәрежесі көбейту масса 1 килограмм. Бөлеміз R жер дегеніміз 6400 көбейту 10-ның 3 дәрежесі қосамын 600 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Осыны квадраттаймыз. Тең болады. Мына жоғарысын есептегенде 40,02 көбейту 10-ның 13 дәрежесі қалады екен. Мына жақшаны есептеген кезінде бізде 49 көбейту 10-ның 12 дәрежесі қалады екен. Енді осыны ықшамдағанда 8,2 ньютон қалады. Жауабы осы. Бізге шолпанның орташа тығыздығы берілген және радиусы берілген. Енді еркін түсу өтеуін табуымыз керек шолпанның. Бірінші жерде километрді метрге айналдырамыз. Сонда 61 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метр болады екен. Енді G-ның формуласын жазайық. G-ның формуласы шолпандікі G(M) бөлінген R квадрат екен. Енді осы жерде масса табуымыз керек. Массасы бізде тең болады ρ(V)ға. Ал бізде шолпан шар тәріздес. Сол үшін көлемі, шар тәріздес дененің көлемі ол 4 бөлінген 3 π R куб екен. Енді осының барлығы формулаға қоямыз. Сонда G-міз тең болады G көбейту M-нің орнына мынаны қоямыз, V-нің орнына мынаны қоямыз. Сонда ρ көбейту 4 бөлінген 3 π R куб бөлінген R квадрат. Енді мына жерде екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады екен G ρ көбейту 4 бөлінген 3 π. Енді осының орнына мәндерін қоямыз. G-нің орнына 6,67 көбейту 10-ның -11 дәрежесі
көбейту 5200 көбейту 4 бөлінген 3 көбейту 3 бүтін так мына жерде ар бар 3 бүтін 14 көбейту 61 көбейту 15 дәрежесі тең болады 8 бүтін 8 так метр секунд квадрат. Ал енді үй жұмысын шығарамыз. Әрқайсының массасы 10 тонна, бір-бірінен 100 метр қашықта орналасқан екі кеменің тартылыс күшін табуымыз керек. Бірінші мына жерде тоннаны килограммға айналдырамыз. Бұл бізде 10-ның 7 дәрежесі килограмм болады. 10-ның 7 дәрежесі килограмм. Енді күштің формуласын жазайық. Тартылыс күшінің формуласы G m1 көбейту m2 бөлінген r квадрат. Енді осының орындарына қойып шығамыз. F тең болады 6,67 көбейту 10-ның -11 дәрежесі көбейту 10-ның 7 дәрежесі көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Бөлеміз. Мына жерде 100 метр. 100 метрді квадраттап бірден жазсақ, 10-ның 4 дәрежесі болады. Тең болады. Бұл 0,667 қалады екен. Ньютон. Бұны біз жуықтап алғанда 1 ньютон деп алсақ болады. Жауабы осы. Ал енді екінші есеп шығарамыз. Марстың радиусы жер радиусының 0,53 бөлігін, ал массасы жер массасының 0,11 бөлігін құрайды. Енді Марстың еркін түсу үдеуін тауымыз керек екен. Еркін түсу үдеуінің формуласы G тең G m r квадрат деген. Енді осының мәндерін орындарына қойып шығамыз. G Марстікі тең болады 6,67. Мына G-міз бізде тұрақты шама 6,67 көбейту 10-ның -11 дәрежесін береді. Ньютон көбейту метр квадрат килограмм квадрат. Так, 67 көбейту 10-ның -11 дәрежесі көбейту. Енді мына жерде қарайық, бізде Марстікі 0,11 м жерге тең. М жердің массасына мынаны қоямыз. Сонда 0,11 көбейту 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі деп жазамыз. Бөлемін R Марстікі бізде 0,53. 0,53 көбейтеміз. Жердің радиусы 6400 километр. Сонда 64 көбейту 10-ның 5 дәрежесі болады метрге айналдырғанда. Оны квадраттаймыз. Бұлай жазып қояйын. Аударғанымды. Мына жер бізде 64 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метр болады. Бұны километрді метрге айналдырғанда. Енді тең болады. Осыны ықшамдайтын болсақ, так, мына төбесінде 4,4 көбейту 10-ның 13 дәрежесі қалады екен. Астында мынаны ықшамдағанда 1151 қалады жоқ шамамен. Бұл бізде 3,8-ді береді екен. Сонда жауабы 3,8 метр секунд квадрат. Бұл бізде Марстағы үдеу. Үшінші соңғы есеп шығарамыз. Марс бетіне 0,5 rm 1,5 rm 2 rm арақашықтықта гравитациялық өзгерістің кернеулігін анық есептеңдер дейді. Яғни біз бұл жерде G-ді табамыз деген сөз. Енді және графигін тұрғызу керек. Так, бірінші формула жазамыз. Так, еркін түсу үдеуінің формуласы бізде G тең болады G m r квадрат. Енді егер де мынандай жаңағыдай Марс бетінен осындай қашықтықта орналасқан болатын болса, онда G тең болады G m r плюс h. rm плюс h-тың квадраты. Осы формулаға саламыз қазір. Қошап қоямын. Осы формуламен әрқайсысын табамыз. G1, G2, G3, G4-ті. Енді мына жерге мен тағы да жазайын. Бізде алдыңғы есепте G Марсты тапқан болатынбыз. Алдыңғы есепте таптық. Ол бізде 3,8 метр секунд квадрат болады. Қайтадан айналдырып қарап, не болсаңыздар болады, тексеріп көрсеңіздер болады. Так, енді G1-ді табамыз. G1-ді орындарына қоямыз. Gm бөлеміз rm қосу h-тың орнына h1-ді қоямыз. 0,5 так, 0,5 rm-ді қоямыз. Тең болады. Енді осының квадраты. Енді мынаны есептегенде Gm бөлінген 1,5 rm-ның квадраты. Сонда бұл Gm бөлінген 2,25 rm квадрат. Енді қарайық, мына жерде бізде Gm-r дегеніміз, бұл бізде үдеудің формуласы болып тұр. G мына формула шығып тұр. Сонда мына G-ді мына жаққа қойып, былай жазсақ болады. G Марстікі бөлінген 2,25. Сонда бұл G Марс 3,8 бөлеміз 2,25 деген сөз. Сонда тең болады 1,7 метр секунд квадрат. Екіні табамыз. Дәл осылай. G2 тең болады Gm бөлінген наужына rm-ді қоямыз. Сонда 2 rm болады екен квадраты. Сонда бұл тең болады Gm
Так, gm бөлеміз 4rmнің квадраты, иә. Сонда 3,8-ді бөлеміз 4-ге. Тең болады 0,96 метр секунд квадрат. Так, мынау бізде бірінші жауабы, мынау бізде екінші жауабы. Енді G3-ті табайық. Дәл осылай G3-іміз тең болады gm бөлінген 1,5-ді қоямыз. Сонда 1,5-ға r-ді қосқан кезінде 2,5rmнің квадраты қалады. Сонда бізде 3,8 бөлеміз 6,25-ге. Сонда тең жауабы 0,61 метр секунд квадрат. Бұл бізде үшінші жауабы. Енді төртіншіні табамыз. G4 тең болады gm бөлінген. Так, ол кезде 2-ні қоямыз. Сонда 3rm тең болады. Так, мынау квадраты. Сонда тең болады. Так, 3,8-ді 9-ға бөлеміз. Тең 0,43 метр секунд квадрат болады екен. Осы төртінші жауабы осы. Так, мынау 1, мынау 2, мынау 3, мынау 4-ге болады екен.